Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте ерекше, тойымды, әрі дәмді болып тез жасалатын тағамның рецептісін ұсынамын. Ең алдымен біз қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге қамыр ашыту қажет болады. 1 стакан жылы суға тұз, ашытқы және сұйық майды қосып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Үстіне електен өткізілген ұн саламыз. Ұнды мен көз мөлшерімен салдым. Бізде жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Барлық қажетті заттардың, ингредиенттердің мөлшерін мен осы видеоның астына описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Егер қамырды илеу барысында қолыңызға жабысып жататын болса, онда қолыңызға кішкене сұйық май жағып илесеңіз, жұмыс істеу оңай болады. Қамырымыз өте дәмді болып шығады. Оның өзіндік құпиясы бар. Сол құпияны жіберіп алмай, видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Енді қамырымызды жарты сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Қамыр көтерілгенше біз қуырдағын дайындаймыз. Ол үшін бізге ет, сәбіз және картоп қажет болады. Табамызға май құйып, етімізді саламыз және етті жақсылап сөлі шыққанша қуыратын боламыз. Міне еттің сөлі шықты. Енді үстіне тұз, қажетіне қарай қара бұрыш және кішкене чеснок қосып жібереміз. Өте дәмді болады. Сәбізімізді салып, барлығын жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Еттің суы тартылғанша қуыра береміз. Үстіне 2 ас қасық томат пастасын саламыз. Етіміздің сөлі тартылғаннан кейін үстіне су құйып, ет піскенше қайнататын боламыз. Етіміз пісті. Енді үстіне картопты салып, картоп піскенше тағы да 10-15 минуттай қайнатамыз. Біздің қамырымыз көтерілді. Енді осы қамырымызды ыдысынан түсіріп, оны 3 бөлікке бөлетін боламыз. Қамыр қолдарыңызға жабысып жатса, онды пайдаланып 3 бөлікке бөліп аламыз және әрқайсысын жеке-жеке басып домалақтап аламыз. Енді қамырымызды оқтаумен өте жұқа қылмай жайып шығамыз. Бір формаға келтіріп, өзіңізге ыңғайлы қылып, 4 бұрышты қылып жайсаңыз да болады. Мен осы 4 бұрышты қылып жайып алдым. Қазір ары қарай үстіне сары майды ертіп жағып, құпиясы осы. Сары майды жаққаннан кейін дәмі өте күшті болып шығады. Үстіне қаласаңыздар аскөк себесіздер, егер қаламасаңыздар сеппей қойсаңыздар болады. Мен аскөкпен екеуін жасадым, біреуін аскөксіз жасадым. Қалған 2 нанды да дәл осы видеодағыдай жасап аласыздар. Енді әрбір нанымызды ұсақтап, 4 бұрышты қылып кесіп аламыз. Енді видеоға мұқият қарауыңызды өтінемін. 2 қамырды бірінің үстіне бірін қойып, осылай таяқшаны немесе шпажкиді қойып, дәл ортасынан басып аламыз. Одан кейін қамырымызды созып, тура ортасына шпажкиді қойып айналдырамыз. Айналдырып, қамырымызды басып аламыз. Сол кезде бізде өте әдемі гүлденген қамыр пайда болады. Барлық қамырларды осылай жасап шығамыз. Менде осындай 10 штук шықты. Енді қамырларымызды мантоварканың ыдысына салып, қайнап тұрған судың буына 30 минуттай пісіріп аламыз.
Міне біздің тамағымыз дайын болды. Өте ерекше. Күнделікті ас мәзірінен шаршаған болсаңыз, отбасыңызға жасап беріп қуансаңыздар болады. Өте дәмді, тойымды. Бір рет жасағаннан ғашық болатын тағам. Достар, егер сіздерге рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақыттағы шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басыңыз.